Достар, сіздермен бірге мен Гүлназ. Бүгін сіздермен медовый пирог пісіреміз. Бұл пирогтың сан түрлі рецебі бар, бірақ мен сіздермен өзім жасайтын жұмсақ, үлпілдек болып шығатын рецептіммен бөлісемін. Каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар. Бізге 2 жұмыртқа, қант, бал, ұн және бөлме температурасындағы сармай керек. Таза ыдысымызға жұмыртқамызды саламыз. Үстіне сармай, қантымызды салып, араластырамыз. Енді 2 ас қасық балды салып, тағы бір жақсылап араластырып алып, водяной баняда осылай араластырып тұруымыз керек. Осылай қою болғанда да арасында араластырып тұрыңыздар. Енді қолымызды салған кезде кішкене ыстық болғанға дейін осылай водяной баняда ұстаймыз. Енді үстіне сода мен уксусты осылай құйсаңыздар, осылай көпіреді, ақ көпір болып. Тез-тез араластырып жібереміз. Енді водяной банядан алып, таза ыдысымызға құйып, үстіне ұнымызды електен өткізе отырып, міндетті түрде 3 бөлікке бөліп салыңыздар онда. Сонда түйіршіктер болмайды. Осылай жақсылап араластырамыз. Қою концентрация шығу керек бізде. Енді 3-ші бөлік ұнымызды салып араластырамыз. Мінекей осындай қою болып шықты. Енді целлофанмен бетін жауып, морозильникке 30 минутқа қоямыз. 30 минут өтті, енді осылай бөліктерге бөліп аламыз. Пергаментіне қағазымызда осылай барлығын кішкене қолымызбен жайып аламыз. Енді оқтаудың көмегімен өз формамызға келетіндей етіп, барлығын жайып шығамыз. Енді формамен шет-шетін кесіп аламыз. Мен барлығын кесіп алдым. Енді сіздер кез келген кремді пайдалануға болады. Мен осындай бөлме температурасындағы сармайға вареный сгущенканы араластырып жақтым. Енді корждарымызға кремімізді жағып шығамыз. Мінекей біздің пирогымыз дайын. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар. Өте жұмсақ, үлпілдек болып шықты. Сіздермен алда көптеген рецепттермен бөлісетін боламын.